Жалпы резидентурада лор мамандығын таңдадыңыз. Сол кезде сізде қандай бір не әсер етті лор мамандығын таңдауға? Лор мамандығын таңдауға біз 4-ші курстан бастап, өздеріңіз жақсы білесіз, жаңағы мед университеті оқитындар, 4-ші курстан бастап барлығы клиникалық сабақтар басталады, және больницаларда, поликлиникаларда жүресіз. Сол кезде бірінші городской больницада түскен кезімізде, бірінші жылы бүкіл отделенияларды көріп жүрдік, енді қызық болады, шынымен де. Сосын лор отделениясына кіріп, пациенттерді көріп, олардың операция жасаған операцияларын көріп, сосын экстерналарды көрген кезде шынымен бірінші рет қызық болған маған. Жай ғана қызығушылық бірінші рет сол кезде туындаған. Одан кейін арада тағы бір 2 жылдан кейін 6-ші курста интернатурада жүрген кезде түнгі кезекшілікке көп түсетінбіз, бірақ ол кезде общий хирургияда общий хирургтармен көп жүретінбіз. Сол кезде лор дәрігерлерінің 1-2 пациенттерін көріп, сол кезде қатты қызығушылық оянған. Жаңағы экстернен келген пациент